Қарағандыда маған осы сұрақ қойылды. Дарынаға балаларымыз соткаға жабысып отырады. Не істесек болады деп. Сосын мен сұрақ қойдым. Сен өзің қалай соттысың? Күледі. Бізде сотқа жабысып жүрміз, тәрбиелей алмайсың. Бала деген ол не білім алмаса, не жұмыс істемесе, не басқа қылмаса, сақалы шыққанша масыл болатын болса, ол не пайда келтірмейді, сені сора беретін нәрсе де ол. Сорып, бір күні дүниеңді соғып біткен екен, уже нервіңді сора бастайды да. Жүйкеңді сора бастайды. Қараптан қарап. Шын ғалымдар айтады, балаңа кішкентай көзде дейді, Алланы айтпасаң дейді, өскен екен Аллаға балаңды айтып, бала шағаңды айтып жүретін боласың дейді. Кімде кім бала күнінде баласына қатыгез, оңбаған, жауыз, боқтап сөйлейтін, ұрса беретін болатын болса, ертең бала өскеннен кейін әке-шешесін боқтап, ұрып соғып жатқан болса, таңғалмай қойсын. Кішкентай кезде енді әке-шешенің сөзі оған қатты әсер етіп, бірақ енді еске кіре бастаған кезде мынандай болатын болса, ол бақыттан негізі. Қазақта мақал бар ғой, жақсы ат қамшы тигізбейді дейді. Енді балаң кішкентай кезде балам оқу керек, балам сенің ертең жақсы маман болуың керексің, балам сен адам болуың керексің, балам сен жалқау болмауың керексің, балам сен осындай болуың керексің, сотқа саған пайда бермейді деп енді айтып отырсаң, кішкентай кезде бала ғой, енді алданатын шығар. Оны айта бересің да. Бірақ уже балиғатқа толғаннан кейін бұны айтып жатқан болатын болса, онда біз бақытсызбыз да негізі. Онда баламызға ақыл кірмей жатыр, қызымызға ақыл кірмей жатыр деген сөз. Біз негізі балиғат жасына толғанға дейін жауап береміз ғой. Одан кейін біз айттық, тыңдамаса, ол өзі жауап береді арғай. Бірақ енді бәрібір балаң болғаннан кейін үміт үзбейсің. Енді бұрған кезде егер бала әкем айтты, шешем айтты емес, мынаның маған не пайдасы бар? Мен қазір осылай отырған кезде телефон шұқылап, ал жақсы мультфильм көрдім, кино көрдім, прикол көрдім, басқан көрдім, маған бұл не болады ол? Бұл қандай маған пайда береді? Мен ізденуім керек қой, мен оқуым керек қой деген өзі ой пайда болатын болса, бұл фатахаллах, Аллах оны ашқан екен да, сана берген екен. Енді қазір кезде біз балаларды қатты мәпелеп қалғанбыз, айтпаса бұрынғы уақыттарда біздің аталардың сөзі балаларға келген кезде кәдімгідей, мен өзім естігем ондай қараларды. Құдайым, бала берсең, сана бер. Санасыз болған бала болса егер, қайтадан оны ала бер дейді да. Керек емес ондай бала, санасыз бала дейді. Өйткені ол бір қорадағы малдан пайда табасың да, сатсаң ақша болады. Сенің ішкен суымен жеген шөбін ақтайды да. Бала деген ол не білім алмаса, не жұмыс істемесе, не басқа қылмаса, сақалы шыққанша масыл болатын болса, ол не пайда келтірмейді, сені сора беретін нәрсе де ол. Сорып, бір күні дүниеңді соғып біткен екен, уже нервіңді сора бастайды да. Жүйкеңді сора бастайды. Қараптан қарап. Енді одан сақтасын, сол үшін ізгі бала деген, мен жиі айтам, енді бұны қатты созбай-ақ қояйық. Көп нәрсе етсе болады балалар. Оған айтылдық. Жақында келген бауырларымыз осыған байланысты 2 рет сұрақ қойды. Онда жаңағы жауап бердік. Бірақ жиі айтатынымыз, енді көп нәрсе етсе болады. 3 нәрсе. Адамның өзі, сөзі, дұғасы болу керек. Қарағандыда маған осы сұрақ қойылды. Дарынаға балаларымыз соткаға жабысып отырады. Не істесек болады деп. Сосын мен сұрақ қойдым. Сен өзің қалай соттысың? Күледі. Бізде сотқа жабысып жүрміз, тәрбиелей алмайсың деді. Әкесінің яқта сотқа жабысып отырған болса, шешесінің яқта сотқа жабысып отырған болатын болса, балаға сотқа ұстама деген пайдасы жоқ. Ол яқтан көру керек, шешесінің намазда тұрған, яқтан көру, әкесінің Құран оқығанын көру керек та. Сол кезде ол ойланып қалған, мен не істеп отырмын деген сияқты. Бірінші өзіңмен тәрбиелейсің. Өзіңмен. Сондықтан жаңағы орыстар мақал бар ғой. Алма ағашынан алысқа құламайды дейді. Сосын және бір нәрсе бар. Біз өзіміздің тақуалығымызға қатты мән беретін болсақ, балаларға әсер етеді. Оның. Кахф сүресін біз жиі оқып жатырмыз ғой. Ва аммал жидару факана ли гуламайни ятимайни фил мадина. Ва кана тахту канзу лахума ва кана абухума салиха. Әкелері тақуа еді, Аллах Тағала балаларын қамқорына қойды, пайғамбар жіберіп қойды. Жақсыдан жоғалтып қояды. Сен егер өзің қатты тақуа болатын болсаң, ол да балалардың әсерін тигізеді. Бірінші өзің. Екінші сөзің.
аз-аздан. Ал енді сөз не айтам деген кезде бұрынғы ғалымдар айтатын. Бұрынғыларына мен таң қалатын. Имам Абу Ханифа айтқан сияқты, рахмахулла, қираты сияр улама ахабила мен касратул фиқ деген сияқты, ғалымдардың өмірі туралы оқығанды фиқты көп оқығаннан гөрі жақсы көремін дегенде, шынымен де солай екен. Фиқта өте керек. Бірақ ғалымдардың өмірі сені тәрбиелейді да. Мен тәпсір несін оқыған кезде, біз енді усулу тәпсирді бөлек өтесің, сосын Құранға байланысты адамдардың әдептерін, ақылақтарын, қарым-қатынасын көресің, сонда қызық-қызық нәрселер бар да. Сонда мынандай нәрселер бар да. Әр сүре не туралы екенін білетін болған да. Кахф сүресін суратул фитан деп атаған. Фитналарға жауап беретін сүре деген сияқты. Сосын кім 40 жасқа толған болатын болса, Аққаф сүресін оқысын дейді. Өйткені ол жерде фаламма бала ашуда бала арбаинсана 40 жасқа толғанда деп келетін бар. Кімнің ұлы қызы пайда болса, нені оқысын дейді? Лұқман сүресін оқысын дейді. Екінші сөз. Балаға аз-азын айту керек, бірақ үздіксіз айту керек. Не айту керек? Лұқман сүресін оқысаңыздар, тауып аласыздар. Таң қалатын нәрсе. Мен оны бір жерде тәпсірлеген, болашақта тағы айту керек шығар. Бізде қазір мынаны көп айтамыз, әке-шешеңді сыйла, ең көп айтылатын тақырып осы болып кетті. Қытайларда әке-шеше туралы роликтер шығарып жатыр, корейстер де шығарып жатыр, басқа да шығарып жатыр. Өйткені әке-шелерін қазір сыйламайтындар көбейіп кетті енді. Бірақ көбінесе дүние сен бақты қақты сен тастама, бақты қақты тастама деген сияқты. Америкада бар, неше түрлі кітаптар бар, воспитание детей деген сияқты. Бәрі айтып жатыр. Біздер мұсылмандарды көп айтатын болдық. Балалар әке-шеңді сыйла, я ол да бар Құранда. Уф деп айтпа деген сияқты. Лұқман сүресін оқыңыздаршы. Лұқман, оны Аллах Олақат айтан Лұқман хикма, бір Лұқманға даналық берді дейді. Лұқман балаларына ширк жасама, таухид ұста дегенді айтқан. Аллах бәрін біледі, аспан жердегі ғайыпты жасырын біледі дегенді айтқан. Жаңағындай жаңағыда намазды оқы. Уақимис бил маруан ханил мункар. Намазыңды тұрғыз, жақсылық жаманнан қайдыр. Сабыр қыл дағуат қылған кезде деген сияқты. Ақылақты айтқан, есектің даусындай даусың болмасын деген сияқты, тәкаппар болма деген сияқты. Таухид айтылған, намаз айтылған, жақсылыққа шақыру жаманнан қайдыр айтылған, Аллахтың бәрін білетінді айтылған, ақылақ айтылған, бірақ бір нәрсе айтпаған. Лұқман. Көріңіздерші, көресіздер. Оны Лұқман айтпаған. Не айтпаған? Әке-шең сыйладыңыз айтпаған. Өйткені мынаны үйрететін болса, ол бала өзі ақ сыйлайды әке-шесін. Құран оны сыйлатып қояды. Біз балаларымызға Құдай ештеңені айтқымыз келмейді, біз сыйлағанын қалаймыз да. Хадис бар пайғамбарымыздан. Ваттақуллаха вa'дилу байна ауладикум кама тухиббуна айябурракум. Аллахтан қорқып, балалардың арасында әділ болыңдар. Егер ертең сол балаларыңнан жақсылық көргілерің келетін болса дейді. Егер кімде-кім бала күнінде баласына қатыгез, оңбаған, жауыз, боқтап сөйлейтін, ұрса беретін болатын болса, ертең бала өскеннен кейін әке-шешесін боқтап, ұрып соғып атқан болса, таң қалмай қойсын. Нексең соны ұрасың. Одан кейін жалып айтпай қой. Мен бұрын бір кітапты оқыған едім, сонда мынандай әке-шесінің несіне байланысты. Енді әңгіме шығып кетеді ғой. Бір кісі болған екен. Әкесін, шешесін қатты сыйламаған ғой. Қартайған әке-шесі. Сосын әкесінің сөзін көтере алмайды. Енді қартайған екен бала сияқты оқылады, қолдар дейді, тамақ төгіп алады деген сияқты. Әжетхана бару қиын. Сосын ұрысып, соғып, ей сен бәрін төгіп, шағып, қанды іштің, үйттің, бүйттің деп жаңағы. Әйелдің көзінше әке-шешесін ұрысып, үйтіп, теуіп тастасайтын, ұрып тастайды екен. Сөйтіп бір күні әкесін алғанда желкесінен сүйреген ғой. Қанды іштің сен депші. Не білесің кішкентай бала сияқтысың деп. Желкесін алып сүйрегенді, сөйтіп ауылдың шетінде бір үлкен ағаш бар екен, соның қасына апарып тастағанда тастап кеткен ғой. Жаяу кел өзің деп. Сөйтіп өткен өмір, әкешілері қайтыс болған енді. Бұл енді уже балалы болады. Кішкентай бала болады, баласына вроде тамағын кигізеді, ішкізеді, жегізеді. Кейін баласы өскен кезде тура сондай қатыгез болып қалады да, таң қалады да. Уақыт өткен сайын әкесіне қандай сөз айтты, бала тура сондай айтқан да. Боқтайды, ұрсады, немені қалт-құлт етіп, бәле болдыңдар, қанды іштіңдер деп. Сонда жаңағы баласына қарсы сөйлей алмайды екен әкесі. Өйткені баласы ұрысқан сайын өз есіне түседі да, өз әкесіне істегенше. Ана картинка қайталанады да. Мына сөз мен айтып едім әкеме.
Мынаны біреу үйретіп қойған ба? Ол жоқ қой көзі мына бала. Бұл қаяқтан біледі мен бұл сөзді айтқан? Мен тура осылай боқтаған едім ғой шешемді. Тура осылай боқты әкемді. Қалай бұл біліп тұр? Деп таңғалып отырады. И бір күні баласы ашуланып желкесін салып сүйрейді ауылдың сыртына қарай. Сөйтіп, мә, рас екен ғой дейді. Не істесең соны евросына рас екен ғой дейді. Сөйтіп сонда жаңағы келеді. Қазір мен бұл балам дейді. Бараттан ауылдың шетінде тал бар дейді. Сорағына бар мен тастап кетеді дейді. Жаяу кел деп айтады қазір маған. Уже мен білемін не екен дейді. Үндемей жата береді. Сүйреп баратыр, шаңға арқасына тікен кіріп жатыр, тас батып жатыр, сүйреп баратыр, баласы әлі боқтап келе жатыр, ашуланып келе жатыр, сүйреп келе жатыр. Ана талға барған кезде ойлайды, қазір сәл шыдайын, енді талға дейін барған кезде тастайды, мен сорда әкем тастаған дейді. Сөйтіп бара жатқан кезде бала тастамайды, арғай сүйреп бара жатқан ғой. Сонда сөйлепті, балам дегенде, негізі осы жерде қалдыруым керек етін дегенде. Арғай уже болмайды деген. Өйткені мен осы жерде қалдырғам әкемді депті. Мен осы жерден сүйрегенде, сен арға сүйреме мен деген ғой. Бұл заңдылық. Сол үшін ғалымдар айтады, балаңа кішкентай көзде дейді, Алланы айтпасаң дейді, өскеннен кейін Аллаға балаңды айтып, бала шағаңды айтып жүретін боласың дейді. Проблемасын бар. Орыстарда сондай мақал бар ғой. Маленькие дети спать не дают, большие дети жить не дают дейді. Быт-шытын шығарып жібереді өміріңді. Кахф сүресіне келген сияқты, анау қара, кісі өлімі деген өте ауыр нәрсе. Бірақтан кішкентай бала өлтірілді ғой. Не деген кезде ертең ол өскеннен кейін әкесін зәбір көрсетті деді, өйткені әкесін жақсы еді деді. Әкесін зәбір көрмеу үшін кішкентай бала өлтіріп, оның орнына одан жақсы бала беріледі деді. Сонда біріншісі өзің, екінші сөзің, үшінші дұға, бауырлар, дұғаға өте мән беріңіздер. Фурқан сүресінің 74-ші аяты. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата аъюн вадж'ална лил муттақин имама. Бұл керемет дұға, Аллах үйретіп жатыр. Дұға жасау керек бала шаға әрқашан. Аққап сүресіндегі Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя деп келеді. Соның ішінде келеді ва аслих ли фи зуррияти деп келеді. Мен ұрпағымды салихал ет дейді. Ва аслих ли фи зуррияти. Құдай Тағала қандай керемет дұғалар үйретіп қойған бізге. Осы дұғаларды жолда жүргенде қабыл болатын істеп отыру керек. Осы үш нәрсеге мән берген жақсы. Өзің, сөзің, дұғаң. Субханакаллаху ва бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта